Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, мен бүгін сіздермен өте оңай әдіспен дәл осылай майланып кеткен ыдыстарымызды тазалап алу жолын көрсететін боламын. Өздеріңіздің ыдыстарыңызды танымай қалатын боласыздар. Бар жоғы аз ғана уақыттың ішінде дүкеннен сатып алғандай жып-жылтыр болады. Видеоны қарамас бұрын арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда сіздерге қажетті көптеген рецепттер бар. Дәл осындай үлкен ыдысымызға 6 ас қасық порошок, 6 ас қасық ас содасын қосатын боламыз. Егерде сіздің ыдысыңыз кішілеу болса, онда 3-4 ас қасықтан қоссаңыздар болады. Сұйық май, одан соң шаруашылық сабынын үккіштен өткізіп, немесе дәл осылай пышақтың көмегімен турап салсаңыздар болады. Одан соң жуып алатын ыдыстарымызды осылай салып қайнататын боламыз. Мінекей біздің суымыз қайнап жатыр. Аздатып қайнатып аламыз да, одан соң жуа бастаймыз. Суды суып кетпей тұрып, жайлап губканың көмегімен жусаңыздар, бірден ақ жып-жылтыр болып ағарады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай губканың көмегімен тез-тез ағаруда. Барлығын осылай тек қана губканың көмегімен тез-тез ысқылап жуып алатын боламыз. Достар, егерде осы видеомды пайдалы деп тапсаңыздар, төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы өздеріңіздің достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Барлығын жуып тазалап алғаннан кейін таза суда барлығын шайып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің ыдыстарымыз тап-таза болып жалтырап шыға келді. Дәл осы әдіспен сіздер де ыдыстарыңызды жуып алыңыздар. Өте оңай және де өте қарапайым әдіс. Достар, видеоны қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен пайдалы рецепттермен, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздерді каналымда күтетін боламын.